Ассалаумағалейкум, көпшілік сәлеметсіздер ме? Солтүстікке көш бағдарламамыздың 7-ші санын көруге шақырамыз. Бүгін 2 қаңтар күні Астана қаласында тұрмыз. Астана қаласының ауа райы дегенде суық емес. Бүгін 20 градусты көрсетіп тұр. Солтүстікке көшіп келеміз деп жатқан қандастардың көп сандысы балаларының оқу үшін, балаларының болашағы үшін осы Астана қаласына жақын маңда келіп, көші-қонмен келіп орналассақ деген мақсатты ортаға қойып отыр. Ондай болса, осы солтүстікке келуді мақсат етіп отырғандар осы Астана қаласына жақын маңда кейбір ауылдарға көшіп келуіне болады. Енді бұл негізінен Ақмола облысына қарайды. Ақмола облысының мына көші-қон мекемесіне барып ахуалдарды еледік. Енді бұл Ақмола облысына квота беріледі. Квота берілгенде негізінен сыртқы көшті қабылдап жатыр. Ішкі көшке квота берілмейді. Бұны біліп алсақ болады. Енді сыртқы көш дегенде сол шетелден келген қандастарымыз тіке осы араға азаматтық алмай тұрып, тіке осы Ақмола облысына келсе, оларға негізінен квота беріледі, яғни жәрдемақы беріледі, үй беріледі деген сөз. Нұр-Сұлтан қаласы жас қала, көркем қала. Енді бұл қалаға жан санын көбейту үшін әсіресе шетелден келген қандастарды өте жақсы қарсы алып жатыр. Балалар мектепке өте жақсы орналастырады. Егер балаларыңыз бастауыш орта мектеп болса, барлығы негізінен тегін орналастырады. Балаңыздың оқу шарт жағдайында жақсартады. Ал енді балаңыз орта мектеп бітірген болса, Назарбаев университеті, Еуро-Азия университеті қатарлы біршама атағы бар университеттерге емтихан беру арқылы кіруіне де болады. Жаңаректе мынау қан чатырдың алдында отырған музыканттың бір азырақ музыкасын алып қойдық. Вақтарыңызды алып қойдық, айып етпегенсіздер. Осыдан 10 жыл бұрын Ақмола облысының таяу маңындағы Қоянды ауылы қатарлы жерлерге сыртқы көшті. Шетелден келген қандастарды көп орналастырған, квота беріп орналастырған. Қоянды ауылы негізінен Астанаға өте жақын, 20 километр аралықта келеді. Ал енді қазіргі кезде Астана қаласына жақын отыру енді мүмкін болмай қалды. Енді Ақмола облысына келіп, квота алып, осы араға қоныстанамын деушілер болса, Бурабай қаласы ауылдарына орналастырып жатыр. Енді Ақмола облысының көші-қон мекемесіне елеуімізше болғанда, осы Бурабай ауданына жақын жердегі Кіндік Қарағай қатарлы бір қанша ауылдарға орналастырып жатыпты. Ол жерге көшіп келушілерге негізінен квота беріледі екен, яғни жәрдемақы беріледі, үй беріледі. Енді және бір жақсы хабар, биыл берілетін квота былтырға қарағанда жоғары. Былтырғы берілетін жәрдемақы әрбір отбасына 83 мың теңгеден. Ал енді биыл өрледі, негізінен 93-95 мың теңгеге дейін беріледі.
Ал енді үйге берілетін қаражат былтыр 53 мың теңге болса, биыл одан үрдіп 680 мың, 500 мың теңгеден 680 мың теңгеге өрледі. Биылғы берілетін квота ақысы міне осындай жоғары болды. Сондықтан енді солтүстікке көшіп келем деушілер енді уақытты мықты ұстап, биыл жыл басынан бастап кіріссек болады. Және бір ескерте кетейін, енді мына Ақмола облысында ішкі қонға негізінен квота берілмейді. Негізінен сыртқы қонға квота беріледі. Бұны біліп қойыңыздар. Ал енді сыртқы көші-қонға болған кезде енді азаматтық алмай тұрып, осы араға келуіміз керек. Егер азаматтық албасақ, онда бұл Ақмола облысынан негізінен квота берілмейді, жәрдемақы берілмейді. Бұны есімізге ала жүрейік. Ондай болса біз Астанаға жақын қала Бурабайға барып, сол жердегі көші-қон тұрмысымен танысып келейік. Бурабайдың Кіндік Қарағай деген жері Астанадан Бурабайға дейін 200 км келеді. Таңертең пойызбен барып, кешке пойызбен қайтып келуге болады. Енді Астанаға жақын осы ауылда көші-қон орналастырып жатыр. Барып көріп қайтайық. Анау ұзын үй ана сатылатын үй. Мына екі үй міне. Ағашыларды сатады екен, соны көріп байланып. Мал бағысымен, жайлысымен танысып жүрміз. Қоралар. Анда скретаны бар жағын көр. Ет деген, сайпай деген іліп тастапты. Сапада жатасыз шалқаған кіріш. Асты-үсті бірақ ағаш екен міне. Керемет екен, төбесінде. Әлем жылы болады екен бейлер. Ülkenin cedeli bu 5 tane var adam. Geçen mi? Yok, buran bir şey var. Tek boldan bir şey yok. Көпірсанда жоғы. Енді кімде бір қой тұр серіпті. Жауып жүр ма? Қар жауып тұр? Сенде қар жауды ма? Ескілер. Қар жауды жаңадан. Жеп жүр. Сонымен Бурабай ауданының Кіндік Қарағай ауылына да барып келдік. Енді бұл Кіндік Қарағай ауыл. Бұл Кіндік Қарағай ауылында негізінен мектептің шарт жағдайы өте жақсы. Балалардың барлығын тегін оқытады. Докторхана бар. Және басқа сауда орталықтары да бар. Өте жақсы жерге орналасқан. Енді бұл Кіндік Қарағай ауылындағы үйдің бағасына келсек, үйдің бағасы өте қымбат емес. Ең жоғары болғанда 1 миллион айласында. 1 миллионға өте жақсы үйлерді алып алуға болады. Қорасы бар, үлкен қорасы бар, жақсы үйлерді алуға болады.
Ал енді ең арзан болғанда 300 мың айналасында үйлерді сатып алуға болады. Бірақ енді олардың қорасы кішкенерек келеді. Содай болса да жері өте үлкен. 6 соттан 10-20 сотқа дейінгі жері бар үйлерді алуға болады. Мына Кіндіқарайға келіп қоныстанған қандастарымыздың шарт-жағдайы өте жақсы екен. Ауыл шаруашылықпен шұғылданып жатыпты. Тұрмыстары да өте жақсы. Бізді қонақ қылды. Мол дастарханменен жайып алдымызға жасыл өнімдерді жегізді. Өте жақсы. Ішпек жемектері, жасыл өнімдер бәрімізге де бал мұздақтай татып кетті. Сол арадағы тұрғындарға бізді қонақ қылғандарыңыз үшін көп-көптеп рахметімізді білдіреміз. Бұл ауылдың және бір ерекшелігі, бұл ауыл Ақмола облысының орталығы Көкшетауға 70 километр келеді, өте жақын. Енді біз азаматтық беру үшін осы Көкшетау қаласына, орталық қала Көкшетау қаласына келіп азаматтықты береміз. Өте қолайлы, қатынасы да өте қолайлы, өте алыс емес, 70 километр жақын жерге орналасқан. Кіндіқарағай ауылы Бурабай ауданына қарайды. Ал Бурабай ауданы болса, солтүстік Қазақстан облысының шекарасына орналасқан. Солтүстік Қазақстан облысының Тайынша ауданы Жаңа Дәуір ауылына өте жақын келеді. Біз өткенде осы Жаңа Дәуір ауылына барып, сол жерде қоныстап жатқан қандастарымызбенен танысып өткенбіз. Енді осы Кіндіқарағай ауылы осы Жаңа Дәуір ауылына өте жақын жерде орналасқан. Бұл мына Жаңа Дәуір ауылы менен Кіндіқарағай ауылында негізінен сыртқы Монғолиядан келген қандастарымызбенен Қытай Халық Республикасына келген қандастарымыз біршама көп орналасқан екен. Енді қорытып айтқанда, кейінгі ұрпақтарының оқу үшін, жоғары білім алу үшін, енді осы Нұр-Сұлтан қаласы сияқты үлкен қалаларға жақын орналасуды мақсат еткен қандастарымыз енді осы сияқты Кіндіқарағай ауылы менен Жаңа Дәуір ауылы сияқты ауылдарға келіп қоныс тепсек, негізінен қателеспейміз. Енді қорытып айтқанда, кейінгі ұрпақтарының оқу үшін, болашағы үшін, жоғары білім алу үшін, енді осы Нұр-Сұлтан қаласы сияқты қалаларға жақын жерге қоныс тепсек деп ойлайтын енді қандастарымыз осы жаңа айтып өткен Кіндіқарағай ауылы менен Жаңа Дәуір ауылына келіп қоныстансақ өте жақсы болады. Енді соңында айтарымыз, шетелден келіп жатқан осы қандастарымызға тұрмыс тіршілігіне көңіл бөліп, квота беріп, орналастырып жатқан Қазақстан Республикасының үкіметіне көптеп алғысымызды білдіреміз. Мемлекетіміз жасай берсін, көк туымыз аспанда мәңгі желбірей берсін. Енді келесі сапарымыз Қостанай облысы, Батыс Қазақстан облысы қатарлы облыс, аймақ, қала, ауылдарда сапарда боламыз. Сол жерге келіп қоныстап жатқан шетелдік қандастарымыздың тұрмыс тіршілігіменен танысатын боламыз. Жалғасты назарларыңыз бізде болсын. Осы ютубтағы дүбірлі дүние деген осы текшеге шығып қосылып алыңыздар. Айтатын пікірлеріңізді жазыңыздар, сұрайтын сұрақтарыңыз болса жазып қалдырып отырыңыздар. Біз сіздерге қанағаттанарлықтай жауап беретін боламыз. Қош, сау болыңыздар.